Осы қыздың арқасында Ерке Есмаханның аты шықты ғой. Кейде өзім айтқым келеді, айта салу керек еді деген кездер болды. Енді сізге басты айтылған хейт бар. Ұйқым келмейді әніне байланысты. 2 күн 3 күн үйден шыға алмай қалдық. Анау жазады, мынаны сен жазғансың ба? Ойбай, мынаны сен. Телефонға дамыл жоқ. Өнердегі қыздарға жігіттерге қарағанда танылу неге қиынырақ? Мен алмайтын еще бар, мен продюсерлерге барсам. Мен ол кезде томпақ кешудағы қыздар сияқты қыздар іздеп жатқанын қайдан білейін? Қоғамда әйелің әртіс болмасын деген бір стереотип бар. Кім әйелін бүйтіп ән айтып ашық көйлек киіп алған көргісі келеді, мені де түсінбеген, болашаққа қадам басайын деп жатқан адам мен. Сондықтан да мен айтып тұрмын, шығармашылықты таңдадым. Сәлем достар, бұл кездесу, студияда Жандәурен Мәди. Сұхбатымызды бастамас бұрын кездесу YouTube арнасына жазылып қойыңыздар. Я, достар, баршаңызға сәлем. Кездесу YouTube арнасына қош келдіңіздер. Менің аты жөнім Наргиз Ибрагим. Бүгінгі қонағымызды таныстырып өтсек, әнші Диана Исмаил. Қош келдіңіз. Диана ханым. Не деген позитивті бастау мынау. Қош келдің деді. Керемет, көңіл күй күшті. Сендердің энергияларыңды sevіп тұрмын. Өткенде Инстаграмнан көрген кезде Балиде жүр едіңіз. Жүрдім. Ол жақта енді позитив, жаңа бізге айтып отырса, позитив сезіліп жатыр деп. Ол жақта қандай вайб, атмосфера? Атмосфера күшті ғой, демалған жалпы жақсы ғой. Оған дейін Европаға бардыңыз. Иә, енді Европаға бар келді. Деген қашып жүрген жоқсыз ба сіз? Немесе біреумен? Немесе біреумен. Мүмкін біреуді іздеп жүрген шығармын. Әлемді шарлап. Арламды шарлап. Балиде, Европада әндер жазылды ма? Шынын айтайын ба сіздерге? Мен Балиға барған кезде ноутбук алып бардым өзім. Мен өзім аранжировкасын жазамын. Жаңағыдай өзім композитор болғаннан кейін бір жұмыс жасайыншы осы бір теңізге, тауға қарап, неге қарап отырып деп. Сөйтіп ноутбугым апарған, ноутбугым ашылған жоқ. Ал ендеше шығармашылыққа келейік. Жақында Роза Рымбаеваның 50 жылдық шығармашылық кеші өтті. Сол жерде Роза ханыммен бірге дуэт айтып, арманыңыздың бір орындалды. Ол кісіден сый алдыңыз. Иә, бір шынымды айтсам бар ғой, бір адамның бір ерекше күндері болады ғой. Еске алған кезде мынандай бар, мынандай деген сияқты. Сол бір ерекше күннің еншісіне енген күн болды. Ол кісінің өзінің шақыртуы бойынша Роза апамыз өзі шақыртты, жас талантты қолдаймыз деп жалпы жастар өнер көрсеттік. Менің қатар еңлік болды. Сөйтіп, енді шынымды айтсам, ол үлкен мәртебе мен үшін. Өйткені бала кезден енді әншімін деген, мен әншімін дейтін қыздар, жігіттер барлығы сол кісінің әнін тыңдап, айтып өскенбіз ғой енді. Мен 5 жасар, 6 жасар кезінде сахнаға сол кісінің әнімен шыққам. Бір қарасам, қасымда тұр. Сондықтан да мен жалпы айтқым келетін зат, армандар орындалады екен. Қанша жыл болды танысқандарыңызға? Біз өткен жылы, осы бір жыл болған жоқ шығар, ол кісі бір концерттен көріп жүрді, өзінің батасын беріп жүрді. Сөйтіп бір күні мен Роза апамызға звондағым келді. Роза апа, жаңағыдай мен сізді бір жерге шақырып батаңызды алайын деп едім, сұхбаттасқым келіп еді сізбен деп едім. Звондаған кезде Диана, сен қайдасың деді. Осындай қаладамын. Сен бір жерге әуре болма мені шақырып, ондан да үйге кел, қазір кел дейді. Мәссаған, мен қаланың бір жағындамын. Қазір 1 сағаттың ішінде мен ет салып қоямын, кел деп. Сөйтіп жүгіріп, пробкадан бейтіп барып, андай кішкентай бала андай болады ғой бүйтіп. Сондай бір ниетпен бардым да, андай бір қалай мен бір дастарханда отырамын ба деп. Түсінбей өңім бе деп. Сол кісінің үйінде отырып, жаңағы қолынан негізі айтады, біз өнер адамдары, жалпы сол кісіні танитын адамдар, Роза апамыздың бешбармағы ең тәтті бешбармақ дейді. Мен соған көзім жетті. Ол кісі күштілеп бешбармағын дайындап қойыпты. Қызым деп, балам деп, үйіне күтіп алып, сұхбаттасып, жалпы мен енді сенімен дуэт жазғым келеді. Сенің өнерің үстем болсын, сен жалпы енді жастарды қолдаймын дегенсіңді. Сол кезде дуэт жазғысы келіп, сол мақсатта шақырған екен. Енді Роза Қуанышқызынан сый алу ол үлкен жауапкершілік сияқты. Мен шынымды айтсам, түсінбедім сахнада тұрған кезде. Оның өзі сый. Сөйтіп енді апам құр қол қайтармастан бұрын ол жалпы үлкен сый ғой, менің жолымды берсін деген үлкен бата деп білем. Шынымен де ол үлкен жауапкершілік. Естелік сыйлық жасайын деп едім. Сол сыйлықта енді киесің бе,
кимейсің бе өзің білесің, бірақ Роза ападан естелік деп. Қыздардың айтуы бойынша, енді қасындағы қыздар айтады, ол көйлекті апам, Роза апамыз 2 күн ойланып, 2-3 күн ойланып, мына көйлегім Дианаға келе ме екен? Әлде мына жасыл көйлекті алайын ба? Или мына қызыл көйлекті алайын ба? Ұнамаса қайтем деп, қатты уайымдап, өзі уайымдап жүр. Бізден бөлек. Еңлікке тоже көйлек берді де, жаңағыдай, более нежный. Ол мен айтамын, ол маған берсе келмей қалатын еді. Сонда мен айтамын да, кәдімгідей оның өзінің подходы, иә. Сол көйлек таңдауға деген көңіл ғой ол. Апамның көңілі, ол кісінің айта берсе, мен айтсам, сағаттап отыруға болады. Ол кісінің әншілігінен бөлек дүниелерді айтсақ. Сондықтан да шынымен үлкен сый, үлкен мәртебе, мен үшін бұл бір, қалай айтсам екен, жаңа этап десем болады. Диана, сіздің постыңыздың астына бір тыңдарман былай деп жазып кетті. Не де жазған екен? Осы қыздың арқасында Ерке Есмаханның аты шықты ғой. Миллиондап гонорар табады. Өзі айтқанда күшті жігіт тауып кетер ме еді дейді. Ой, пырмай. Сұрағым енді жігіт туралы емес. Дегенмен бір әншіге әніңізді бересіз. Ол әнші орындайды. Одан кейін қабат деген ай өзім айта салуым керек еді деген бір әндеріңіз бар ма? Негізі, иә, ол қайдаға да байланысты. Одан кейін мен композиторлық шығармашылығындағы сүйікті әндерім де бар. Енді баста болды, ол көпшілікке мәлім, мен өзім айта салуым керек еді деген сияқты. Бірақ барлығы жалпы Құдайдың берем деген бағы, ол біреу арқылы болсын, прямой болсын, білмеймін, ол айналып келіп, ол саған тиесілі баққа ешкім таласым жоқ. Сондықтан да мен арқылы Құдайдың мүмкін берген бір үлкен шығармашылықтағы бір әні шығар Еркеге, мен ол үшін қуанам, Еркемен жақсы араласамыз, қазірде әндер жазып бер дейді, мен Еркеге айтамын, қазір кішкене қолым босағасын, мен андай, қалай айтсам екен? Жоқ дей алмайсыз ба? Иә, мен Еркеге жоқ дей алмаймын. Бірінші әншім болғаннан кейін енді екеуміз өте қатты байланыстамыз. Сондықтан да, мысалы, Мөлдір Әуелбекованың Күнім ай дейтін әні өте өзіме жақын. Бірақ ол ән ол кісіге жарасады. Ондай бір қызғаныш, ондай жоқ менде қазір. Өйткені мына әншілікке келгеннен кейін, өзім ән шығарып бастағаннан кейін көп дүниені түсіне бастадым. Шынымен де әнші болу, былай көрінгенімен қазір отырып алып, күшті киініп алып, сахнаға шығу, оның артында қанша жұмыс бар, қанша еңбек бар, қанша жаңағыдай құлап бара жатып көтерілу бар, өз-өзіңді алып жүру бар. Оның барлығы мен композитор болып бүйтіп отырған Диананың несіне келді ғой, жалпы сол кезде түсініп бастадым. Негізі енді мамандығым әнші ғой, бірақ композиторлықтан бастап бүйтіп келіп бүйтіп бардым әншілікке. Сондықтан да әр жазып берген, жалпы жұмыс жасаған әншілерім, жұмыс жасағым келетін әншілер, жалпы барлығымен өте жақсы қатынастамын. Кейде өзім айтқым келеді, айта салу керек еді деген кездер болды, бірақ ол бұрын, иә? Ол бұрын, ол кезде енді мен қайданы жалпы сол период қой, композиторлықты бастап, мен композитор ретінде танып, халық таныған кез, ол мен 20 жастар қызбын ғой. Осыдан бір 10 жыл бұрын, 10 жылдан асты. Диана, бізде кездесуде соңғы рет деген айдар бар. Ол айдарда сізге бірнеше сұрақ қоямыз. Сол сұраққа сіз жылдам жауап беруіңіз керек. Кеттік. Мүмкіндігінше ойланбай, тез шынайы жауап беру керек. Сонымен, Диана соңғы рет қашан жылады? Соңғы рет бір апта бұрын. Мен сіздерге айтайын ба? Мен жалпы андай бір болады ғой, бір адамдар, қатты адамдар. Мен сол қатарынан бүйтіп отырып алып, кейбір қыздар жылайды ғой. Ананы ойлап, жылай салады. Жылаудың өзі Құдайдың берген бір сыйы деп білемін мен. Шынымен де. Өйткені мен өзім кішкене қаттылаумын. Оған дегенде. Жалғыз қалғанда да жыламайсың? Сондай, шықпайды, не істеймін. Сондай адаммын. Бірақ Балидан келгенде жалпы көп, білмеймін, бір өзгерістер болды өзімде. Мен келдім да, Алматыға келіп, Диана, мен өзіммен солай сөйлесем. Мен не деген бақытты адаммын. Мен соны бақытты сезінудің өзі бақыт екендігін қазір енді түсініп жатырмын. Қол аяғым сау,
достарым бар, керемет, сіздер сияқты социум бар, көрермендер, тыңдармандар бар. Мен андай соған отырдым да, неге сен бұрын бақытты іздей бердің? Неге сен бақытты біреу адамнан іздей бердің? Неге сен бақытты бір сәттен іздей бердің деген, негізі осындай, негізі шынымен де бақытты екенмін ғой деген, сол кезде Құдайға деген бір нем болды. Шүкіршілікпен жыладым мен. Соңғы рет қашан өтірік айттыңыз? Есте қалмайды ғой онда дүние. Мен сізге қазір өтірік айтқанмын, өтірік айттым деп отырмаймын ғой. Білмеймін, шынымды айтсам. Есіңізде жоқ? Есімде жоқ. Соңғы рет қашан қатты ұялдыңыз? Ұялдым. Қызарып. Мен негізі бір ұялшақ адам емес. Иә. Соңғы рет қашан алданып қалдыңыз? Алданып. Білмеймін, шынымды айтсам бар ғой. Мен қазір андай бір күшті бір неде жүрмін ше. Вайпта жүрмін да. Бәрін ұмытып қалдым. Иә, ұмытып қалдым. Қазір негізі көп адамдарға сондай бір осознание келіп жатқан сияқты. Негізі жалпы әр сәттен бақыт іздеу. Жаңағы осының өзі бақыт. Мысалы қазір отырмыз аман есен, иә. Соңғы рет қашан қарызға ақша сұрадыңыз және кімнен? Мен көп тапқанымды жалпы бізде банкті мамады жинап қояды, содан өзімнің ақшамды өзім қарызға аламын. Ендеше дәл қазір Диананың анасы көріп отырсаңыз, сізге жалынды сәлем. Және біздің YouTube арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Келесі сұрақ, соңғы рет қашан ашуландыңыз? Соңғы рет ашуланғаным, мен жұмыс бабы бойынша бәлкім жақында ашуланған шығар. Негізі ұрысқақ емес сияқтысыз, бірақ сабырлы. Иә. Сабырлысыз. Мен кейде андай қыздарға таңғам, Наргизден ұрсақ сияқтысың. Қасымды солай боялама бүгін. Ұрсақ сияқты андай бар ғой бір. Мен бар ғой. Жаным шығарады. Иә, эмоцияға берілем, бірақ қазір өзім тәрбиелеп жүрмін. Бір балиге барып келу керек болып. Сондай сияқты. Балиге ма бір жерге бару керек сияқты. Демалып келу керек сияқты сізге. Негізі демалып келгенмін өткенде. Қайда барып келдіңіз? Таиландқа барып келдім, бірақ балиге барғым келіп тұр. Десең. Мен дайымын десең. Негізі, иә, сабырлымын. Қатты бір ұрысқа да ұрсалмайтын кездерімде бір кезде біреу бір ұрыс болады ғой, бала кезде ұрысып класстастарыңмен ұрысасың деген сияқты. Мен бүйтіп қалып қалатынмын. Сіз дейді, үйге барып, неге бүйтіп айтпадым, неге бүйтіп айтпадым. Өзім кет деп. Иә, неге бүйтіп айтпадым мен деп ше. Жалпы, иә, сондай, жалпы өзім андай спокойный дейді ғой, сондай өмірді қалаймын. Отношенияда болсын, достықта болсын, үйде болсын, андай бір эмоциональный качелядан андай ұрсып, андай қатты болмайды. Иә. Соңғы рет Айдарының соңғы сұрағы, соңғы рет қашан ғашық болдыңыз? Ғашық болдым жақында. Жақында, енді соған байланысты әндер күтіңіздер деп. Ғашық болу туралы айтып қалдық қой. Елестетіп көрейікші, Диана. Сіз бір жігітке ессіз ғашық болып қалдыңыз. Бірақ ол жігіт сізге келіп айтады. Мен таңдайсың ба, әлде жаңа өнер таңдайсың ба? Яғни сіздің әншілігіңізге қарсы. Сіз не істейсіз ондай кезде? Мен сол уақытта әншілікті таңдадым. Бір уақытта мен жоқ болып кеткен болатынмын, жоқ болғанда қалай айтсам екен. Өнерден алшақтап кеттіңіз. Иә, алшақтап кеткен болатынмын. Ал кезде енді шығып келе жатқанмын, Төреғалимен гастрольге барып бүйтіп жүрдік та. Кейін сол мезетте мен өнерден алыстауға тура келді. Сөйтіп қайтадан шығармашылық таңдадым сол кезде, иә. Ол менде болған, мен айтқым келгені. Сол кезде мен шығармашылық таңдадым. Енді қазір тағы да сондай жағдай болса, тағы да шығармашылық таңдайсыз ба, әлде жігіт таңдайсыз ба? Шынымды айтсам, енді жалпы шығармашылық ол менің бір бөлшегім, ол менің бір өмірім, менің тыңдармандарым, менің осы ішкі творчестволық адам екенім, оны мен алып тастай алмаймын ғой. Мен өзім қолымды ескендей боламын. Сондықтан да енді барым осы Құдайдың берген пендесі, осындаймын. Және де мен ойлаймын, менің әлемім және де екінші адамда өзінің әлемі екеуі тоғысса, ол өте керемет дүние. Бірақ енді оның әлемі кішкентай болып, менің осындай үлкен әлем сыймай жатса, мысалға да, ол қиын дүние, мен оның бастан өткергем. Және де мен оны өзімен алып тастай алмадым. Сондықтан да ол адаммен қоштасуға тура келді. Бірақ енді екінші жағдай болатын болса, ондай мен өзімді не дейді, предавать дейді ғой. Өзімді сата алмаймын. Өйткені ол менің кішкентай кезімнен келе жатқан арманым, менің келе жатқан жүріп өткен жолымды мен
иә бір адам үшін біреудің баласы үшін біреудің баласы үшін деген бұл тәкаппарлық емес, бірақ шынымен де мен өзімді не істеп кететін сияқтымын, яғни мен осы уақыт жоғалтып алуым мүмкін. Бұл да бір аманат шығар, Құдайдың берген таланты, сондықтан мен оны алып тастай алмаймын. Жалпы қазіргі таңда мына қыздардың, жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, енді сөздің төркінінен кішкене сезініп отыр, мынау қазіргі таңда қыздардың планкасы жоғары болып кеткен сияқты. Жаңа айтып отырсыз өзіңіз, оның кішкентай әлеміне мен үлкен әлем қалай сияды деп. Иә, ол менің, ол деген сіздің сол жаңа планкаңыздың жоғарылығы ма, әлде қазір мүмкін қоғамда болып жатқан неше түрлі жағдайлар бар ғой, иә, қазір тұрмысқа шығайын десең қорқасың, әлде сол ма себебі? Сіздің осылай жалғыз жүргеніңіздің? Ол бір мен айтып жатқаным тәкаппарлық емес. Ол бір планка дейтіндей, енді білмеймін, енді мен шынын айтсам қыз жігіт дегенде жігіттердің де өзінің планкасы бар. Ол адамға байланысты ғой, көп дүние. Менде енді бір ондай бір өзіме келетін болсам, ондай бір қорқыныш жоқ, енді бір социумда осындай болып жатыр екен деген сынды. Жай ғана өз адамыңды күтесің деген сынды ғой. Жалпы өз адамың келсе мүмкін сезерсің оны. Бәріміз сол өз адамымыз күтіп жүрміз. Қаншамыз негізі мына жерде күтіп жүргендер? Бір сұхбатыңызда жақсы жігіт болса ауылға тұрмысқа шығуға дайынмын депсіз. Деген екем. Иә. Диана ауылда жүрген келін ретінде өзін елестете ала ма қазір? Шынымды айтсам бар ғой. Енді я десем қате болып кететін шығар, өтірік болып кететін шығар. Мүмкін адам енді жыл сайын, сағат сайын өзгереді ғой. Сондықтан енді қазір мені осынша, өйткені адамның ценности дейді ғой, жалпы мақсаты, көзқарасы барлығы өзгереді, жоспар өзгереді, адамның болашағына көзқарасы өзгереді. Сондықтан да мүмкін баяғыда біраз жыл бұрын берген сияқтымын ғой. Бірақ қазір енді жоспарлар бар. Оны мен елестету қиын ауылда тұруыма. Жалпы қазір ауылда тұратын жастар, мен респект ол кісілерге, енді олар өзгертем деп барады ғой, бір қаладан білім алып, ол кісілер де өте ауылды дамытуға үлес қосып жатқан жандар, бірақ енді менің мақсатыма байланысты, жоспарыма байланысты ауылда тұру өкінішке орай мүмкін келмейтін шығар, енді елестету қиын. Мен келін ретінде сиыр сауып жүргенді елестете алмаймын. Өйткені мен енді жалғыз қызбын үйде. Жалпы тамақты істеп көрмеген, стиралканы да бүйтіп қоспаған адаммын. Енді жалпы өмір өзі көрсетер. Әркімнің тағдыры әртүрлі ғой. Сондықтан енді сұрағыңызға оралатын болсақ, мүмкін елестету қиын. Диана ханым, жалпы мынау қоғамда әйелің әртіс болмасын деген бір стереотип бар. Бар. Естіген шығарсыз. Әрине. Жалпы сол стереотип туралы не ойлайсыз? Неге адамдар олай қабылдайды? Неге олай ойлайды? Енді меніңше жалпы әртістерде, әйелдерде, жалпы әртістерде ойын, күлкі, думан, енді сондай ғой. Ол жаман жағынан айтып жатқаным жоқ, жалпы біздің жұмыс. Өзі біз Алматыда тұрмаймын, мысалшы. Алматыда тұрғанымен кетіп қалам, анда жүрем, мұнда жүрем. Үй болғаннан кейін адам түсінбесе, оны сені ана жаққа жіберіп қойып, қалай ол өзі шай қойып, жалпы енді сол жағынан, уақыт жағынан қиындау шығар бәлкім. Біз халықтың алдында жүреміз. Кім әйелін бүйтіп ән айтып, ашық көйлек киіп алған көргісі келеді деген сынды, ол қызғаныш бар деген сынды ғой. Сондықтан да енді жалпы менің де бір ондай нелерім болған, сәттерім болған. Я, менің де сен әншісің, сондықтан да кішкене қиындау деген сияқты. Мені де түсінбеген, болашаққа қадам басайын деп жатқан адам мен ол кісі түсінбеді деген сынды. Сондықтан да мен айтып тұрмын, шығармашылықты таңдадым. Сондықтан да, ондай стереотип бар. Неліктен десеңіз, жаңағы халықтың алдында жүресің, енді бір күн үйде отырсаң, 5 күн үйде жоқсың. Сондай халықтың адамы болғаннан кейін жалпы адам бір-бірін бөлісу қиын ғой. Мысалы, өнер өте қатал, иә? Мысалы, халықтың ықыласын берсе сізге, мүмкін жеке бақытыңызды алып қояр сахна деген. Енді ондай бір стереотип жоқ. Өйткені өнерде де қанша әпкелеріміз бар, барлығы жақсы тұрады, енді Жанболат пен Жазира деген сияқты, мысалы. Неге сізге бір Диана мен деп. Диана мен Самат десең. Білмеймін енді жалпы деп жатқаным. Хулио деген сияқты. Хулио деген сияқты, Марк деген сияқты деп бар. Сол сияқты енді. Бірақ сіздің талғамыңыз бойынша өнерде жүрген жігіттер сізге ұнамайды. Әлде ұнай ма?
өнерде жүрген жігіттер барлығы үйленген ғой енді. Жоқ енді. Жаңа Төреғали үйленгенмін ғой. Үйленгенсіз ғой дейді ана клиптің бәрі. Жоқ, мен өзім түрім осындай дейді. Иә, жоқ жалпы шығармашылық мен ойлаймын, шығармашылық адам мен енді екеуіңіз бірге дуэт болып жүрмесеңіздер, өйткені ол ана жақта, сен мына жақта ән айтып жүрсең қиын шығар деп ойлаймын негізі. Меніңше тұла бойы өнерге ғашық адам болса, қалғаны маңызды емес, яғни мүмкін ол бизнесмен болар, финансист болар, бірақ басқа жақтан болса екен деп ойлаймын өзім. Жақсы. Ендеше Диана, бізде кездесудің тағы бір айдары хейтерден хат. Сіздің негізі хейтерден хат айдарында хейтті іздейтін мен. Бірақ мен хейт таппадым. Өшіріп отырасыз ба, әлде? Сіз қай жерден қарадыңыз? Инстаграмнан, ютубтан. Жоқ, ютубта бар сияқты негізі. Мен жалпы өзім шынымды айтсам бар ғой, комментариялар көп оқи бермеймін. Өйткені көңілшек адаммын да. Бірдеңе твит қалсам, кішкене бүйтіп ренжіп қаламын, көңіліме алып қаламын. Ендеше мен тапқаным бұл хейт емес. Бұл мүмкін тыңдарманның сізге деген өтініші, назы болар. Мәссаған. Былай дейді. Не дейді екен? Мұңды әндердің көбісі. Иә. Басқа әндер жазыла ма? Тек қана махаббат туралы әндері дейді. Махаббат туралы. Енді сондай бір әркімнің андай ғой. Мен 70-те бұйырса келіп жатса махаббат туралы шырқаған кішкене қиындау болатын шығар. Ол кезде бір шүкіршілік деген әндер. Туған жер деген сияқты. Немерем деген бір сондай әндер туындамаса. Әндердің бәрі махаббат туралы, шынымен де одан бөлек те әндер бар, мүмкін тыңдамаған болар. Ауылым дейтін әнім бар деген сынды. Бірақ ауылым деген әніңіз күшті. Иә, рахмет. Бірақ енді қазір жас болғаннан кейін махаббат туралы біз шырқамағанда оның қызықшылығын мені кездесті, ол менің өзге болмаса жаңағыдай деген сынды тақырыптармен махаббат қой енді қазір жастық шақта. Енді барлығы хейтердің хаттан басталды ғой. Иә. Енді сізге негізі басты айтылған хейт бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын, иә? Қандай екен? Ұйқым келмейді әніне байланысты. Аха. Сол кезде қандай сезімде болдыңыз? Сол кезде бірінші рет сізге хейт жауды ғой, енді қалай, не болып кетті, Диана жазған ба әнін деген сияқты. Біз Рамазан екеуміз, Рамазан Амантай сөзін жазған. 2 күн режиссер бар, Мерей Маханов. Сол не команда, в общем, не дейтіндей? Бұзық, иә. Сол команда өзі. Біз 2 күн, 3 күн үйден шыға алмай қалдық. Ол мәссаған не болып кетті деп. Не болып кетті деп. Содан кейін, 3 күннен кейін ба, 4 күннен кейін мен Рамазанға хабарласып, ана не бір күні қатты Инстаграмға не келеді? Активный. Анау жазады, мынаны сен жазғансың ба? Ойбай, мынаны сен. Телефонға дамыл жоқ. Анау звондайды. 2-ші күні ақырындайды, 3-ші күні ақырындайды, 4-ші күні жоқ болып бара жатыр. Анаған үйреніп қалғанбыз ғой. Сен айтам, Рамазанна хейтті жалпы жақсы жағынан бір нәрсе шығару керек деп ән шығардық. Әнге клип шығардық. Жазып сөйтіп отырған кезде актриса сол кісі келу керек еді. Жаңағы ұйқым келмейді айтатын Алина ханым. Сол кісіні шақырдық деген сынды, сол клипқа түсу керек еді. Сөйтіп клипті бастап кетпейміз ба? Ғұмырдағы ең өте ұзақ проект болды. Келіп клипті бастаймыз сағат 7-де, таңғы 7-де. Ән дайын емес. Өтірік жазып қойғам диктофонға. Соған түсіріп жүрміз. Өйткені уақыт жоқ қой. 7-де клип басталады, съемка басталады. 11-де ана кісі келу керек, 12-1-лерде ол кісінің сахнасы бар. Өйткені главный элемент сол кісі. Сөйтеді де апам звондайды ғой. Мен ұйықтап қалыппын деп. Сөйтіп ұйықтап қалып, клипімізді сол бір жарты сағатта бітірдік қой. Сондай бір қызықты нелер болды. Енді көшеде жүріп бара жатсақ, енді Рамазан танымал ғой түрі. Енді көбісі Рамазанның сөз жазғанын біледі. Бір-екі адамдар болған, қолмен бүйтіп, ойбай, мынау жазған екен деген сияқты. Сондай бір менің шығармашылығымдағы бір күшті кездер негізі. Қараймын да, мәссаған адамдар хейт іздеп жүреді, бірдеңе жасайды. Әйтеуір. Осындай бір андай бір қызықты хит береді да, еще маған. Сол. Енді
әндерге тоқталдық қой ақыры. Ендеше сіздің дуэттеріңізге де тоқталайық. Ғазизханмен, иә? Арасында қыздар бар, жігіттермен жазған дуэттеріңіз бар. Біз қазір сіз дуэт жазбаған жігіттердің тізімін жасадық. Мәссаған. Арасынан өзіңіз дуэт жазғыңыз келетін бір әншіні таңдасаңыз. Ал кеттік, көрейік. Еркеш Хасен бе, әлде Қанай ма? Қанай. Қанай ма, әлде Тұрар ма? Қанай. Қанай ма, әлде Калифорния? Қанай. Қанай ма, әлде Ильхан ба? Қанай. Қанай ма, әлде Садраддин? Садраддин. Садраддин бе, әлде Ару ма? Садраддин. Садраддин бе, әлде Әміре ме? Садраддин. Садраддин бе, әлде Әлем бе? Әлем. Әлем бе, әлде Аршат? Әлем. Әлем? Өңшең творчестволық жігіттерді жинапсыздар. Аршат, Ару, өте керемет әншілер, барлығы жақсы достарым. Енді бірақ Әлеммен қазір енді жақсы шығып, өзі топтан бөлек шығалып жатыр ғой. Жеке таныспыз, жақсы араласамыз. Егер ән жазылса, қандай тақырыпта шығуы мүмкін? Әлем екеуміз ба? Мүмкін жалпы мен енді 91-ның позициясын, идеологиясын білем, бәрімізге мәлім. Мүмкін сол бағытта өмір туралы, мүмкін мотивациондық ән ба, мотивациялық. Иә, сондай бір махаббат туралы бәлкім өзі шырқай берсін. Өзім шырқай берейін деген сондай. Мотивациялық күшті бір әндер болады. Сұхбатымызды әрі қарай жалғастырмас бұрын кездесу YouTube арнасына жазып, қоңырауды міндетті түрде басып қойыңыздар, келесі шығарылымдарды өткізіп алмас үшін. Бастапқыда әкеңіз сіздің өнерге келуіңізге қарсы болған екен, иә? Ал қазір қалай қабылдайды? Енді қарсы болғанда, мен жалғыз қыз болғаннан кейін өнер деген андай қорықты. Қарсы болғанда сол мені оберегать еткісі келді, қорғағысы келді, яғни. Сондықтан да қазір әр бастауыма келеді концерттеріме, гүл алып келеді. Ең керемет гүл ол менің әкем берген гүл. Сондықтан да шешем де, әкем де барлығы қолдайды. Мен шынымен де басында енді кішкентай 18 жасар, 17 жасар қыз болғанда өнер академиясына келем, барам деген кезде бір мен үшін қорыққан болатын. Ойбай, мына қыз қайда бара жатыр деп. Ол мамандық емес қой. Ол жақта қанша еңбек керек. Ол еңбектене ала ма? Ары қарата не болады деген сынды. Сондықтан да қазір енді барлығы өз орнына келді. Қуанады. Сол отбасыңызға КЗТК-ға түсем деп айтып, Алматыға келіп Жүргеновке грантқа түстіңіз. Өміріңізде жалпы сондай бір қарсы шыққан кезіңіз болды ма? Сондай бір пікірлерге, ойларға? Иә, мүмкін енді өзімнің ойлағанымды негізі жасайтын адаммын, былайынша айтқанда. Сондықтан жалпы енді әркімнің өзінің, мен ойлаймын, менің бір өмірлік бір ұстанымым бар. Өз-өзіңді еш уақытта сатпа. Мысалы, сен қандайсың, сен не жасағың келіп тұр, ол обществоға ешқандай қатысы болмау керек. Олар шаблондық түрде бір дүниелер бар, біз жасауымыз керек. Үйлену керек, жалпы табыстау керек, осындай сынды. Бірақ басқа сенің қалауың арнаға бұрып тұрса, неге оны жасамасқа? Өйткені оны жасамасаң, ары уақытта мен 50-60-ға келіп алып, ана жаққа бүйтіп қарап отырғым келмейді. Сондықтан да ең бастысы әркімге, жалпы барлығыңызға, көрермендерге айтарым, өзіңіздің қалауыңыздан еш уақытта бас тартпаңыздар. Ол жүрек өзі сезеді не қалайтынын. Жалпы өнердегі қыздарға жігіттерге қарағанда танылу неге қиынырақ? Білмеймін, меніңше мен қазір интернет бар. Жалпы танылу қазір қатты қиын емес қой. Ешкімнің жалпы интернеті бар адам, тиктогі бар адам, сол тиктокта бір қызықты бірдеңе жасап жүрсе, танылу деген ешқандай қиындығы жоқ. Ешбір адамға, ешбір возрастқа. Мысалы, Роза зергерлі шықты, иә, қалай? Неше жаста? 40-тан асып. Бізде стереотип бар. 20-дан 30-ға дейін, жаңа сахна, сен 30-ға дейін, одан кейін сен, былайша айтқанда, сахнадан кетуің керек деген сынды. Сен ешкім тыңдамайды деген сияқты. Бірақ шықты. Қазір ондай ештеңе жоқ, шынымды айтайын. Мен ойлаймын, жалпы сол танымалдылықты ұстап қалу қиынырақ. Сол өзіңнің қасықтап жинаған еңбегіңмен келе жатқан өнеріңді, жалпы сол бір танымалдылықты, бүйтіп ұстап қалу қиын. Неге десеңіз, қазір нелер көп қой.
шығып жатқан бұрындағыдай суперстарды көріп Алмаз Кешкенбаев шығады екен деген сияқтандай бір не жоқ та, қарап халықтың, өйткені қазір өте выбор көп та, тиктоктан да шығады, анада әнші, ұсыныс көп, одан кейін мынандай ән бар, 2 аптадан кейін басқа ән шығып тұрады, хит деген сияқты ғой. Қазір поток көп, не бір нәрседе. Қазір қиналатын дүние, не таңдаймын деп қиналады ғой адамдар. Сондықтан да мен ойлаймын, танымалдылықтан бөлек ұстап қалу қиын. Ал танымал болғым келеді, мені тыңдаса екен, мені қараса екен дейтін жан қазір баяғыдай біз сияқты бір проектке барып, болмаса бір продюсердің алдына барып, мені танытыңызшы дейтін заман емес. Телефоныңды ал да өзің өнеріңді көрсете бер, саған өзі тыңдармандарың табылады. Продюсерге барған кезіңіз болды ма? Болды. Кімге бардыңыз? Мен алмайтын еще бар ғой, мен продюсерлерге барсам. Барғанда енді кастингтерға оқып жүрген кезде Беркут пен Аиша өзіне қыздар жинап жатыр екен дегенді естіп, академияда оқып жүргенде барған болатынмын. Мен ол кезде томпақ, кәдімгідей үйден енді шыққан, сондай бір қалаға енді келген, сондай бір қыз болып, сол кастингке барған түрім ғой. Ол кезде енді кешудағы қыздар сияқты қыздар іздеп жатқанын қайдан білейін, жалпы енді. Өте әдемі деген сияқты. Мен барып тұрмын, ән айтамын деп. Сондай кездер болған. Бізде TikTok тренд деген айдар бар. Қазір сізге сұрақтар қоямыз, сіз соған норм, әлде стрём ретінде жауап бересіз. Жақсы, бастайық. Жігітпен мейрамханаға барғанда счетты бөліп төлеу. Стрём. Өзіңнен жасы кіші жігітке тұрмысқа шығу. Норм. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Хайп жасау үшін ашық киіну. Стрём. Ұнатқан жігітке бірінші болып жазу. Норм. Автордың рұқсатынсыз әнін айту. Норм. Әйелі күйеуінен көп ақша тапса. Стрём. Ата-енемен тұру. Стрём. Неге? Қазір өйткені білмеймін, енді бәлкім 20 жас, 25-те болсам тұрар ма едім. Қазір енді өзіңмен өзің болып қалғаннан кейін кішкене қиындау шығар деп ойлаймын. Отбасылы ер адамға ғашық болу. Норм. Ғашық болу ол керемет состояние да негізі. И ғашық болуға міндет емес бірге болу. Міне. Иә. Ол жақсы көру, сен жақсы көресің, болды, оны не істейсің енді ол. Яғни сен оған жақсы дүние қалайсың, өмірі жақсы болса екен дейсің. Сондай, ол өз-өзімен өмірмен сүре берсін. Ол білмеуі де мүмкін. Кездесудің соңғы сұрағы сізге, Диана. Диана Исмаилдың перзент ретінде, қыз ретінде, өнер адамы ретінде жабылмаған қандай гештальты бар? Жалпы гештальт көп. Енді бір жағынан мен студент ретінде, Диана студент ретінде оқығысы келетін гештальты бар. Яғни шетелде білім алғым келеді, және сол білімімді осы жаққа келіп дамытқым келеді. Сол бір гештальтым бар, оны бұйырса соны іске асыру мақсатында қазір барлығын жасап жатырмын. Енді әйел ретінде ол әрине отбасы құру, әйел бақыты, ол да бір гештальт. Өнер адамы ретінде үлкен концерт беру, өзімнің тыңдармандармен бетпе-бет кездесу, тілдесу, ол да бір гештальт. Яғни мен жалпы мақсаттарым көп, бірақ соған ақырын жол жүріп келе жатқан жолаушымын. Перзент ретінде гештальтыңыз? Перзент ретіндегі гештальтым енді ата-анаға байланысты шығар. Сол кісілердің, қалай айтсам екен, онда ол кісілер менің тілеуімді тілеп отырған адамдар ғой, одан басқа. Мен бақытты болсам, перзент ретіндегі менің гештальтым бақытты болу ғана шығар. Ол гештальтта емес, мақсат. Міндет. Иә, ол адамның міндеті. Мен бақытты болсам, ол кісілер де бақытты. Болды, осы ғана шығар. Ендеше соңғы айдар ашық микрофон. Сізге бір микрофон беріп деп елестетейік. Кез келген адамға, мүмкін ол сіздің жаныңызға жақын адам, ата-анаңыз, мүмкін 10 жылдан кейінгі Дианаға. Не айтар едіңіз кімге? Не айтар едіңіз? Мен саған айтамын, Диана. Мен өзіммен көп осылай тілдесем, сенің жасап жатқан әр адамың, бәлкім жүректен шыққан қалауың болсын. Өзің қалауыңды еш нәрсеге сатпа. Осыны айтқым келеді.
және бүкіл көрерменге айтқым келеді. Ол қиын әрине. Ол қиын, бірақ оны жасау керек. Диана, көп рахмет сізге, Сізге шығармашылық табыс рахмет. тілейміз. Рахмет, сіздерге де табыс тілеймін. Жаңа әндер күтеміз сізден. Иә, рахмет. Бүгін бізде кездесуде қонақта болған әнші, композитор Диана Исмаил. Кездесуде кездескенше аман сау болыңыздар.